Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз жүректің анатомиясын талқылаймыз. Бұл бейнероликте біз алдымен қанның денеде қалай айналатынын қарастырамыз. Осыдан кейін біз жүректің сыртқы құрылымын қарастырамыз. Содан кейін біз жүректі ашып, жүрекшелер мен қарыншалардың ішкі құрылымдарын талқылаймыз. Ал келесі бейнероликте жүрек қабырғасының қабаттары, жүректің өткізгіш жүйесі және топографиясы туралы айтатын боламыз. Мына суретте кеуде қуысының алдыңғы көрінісі берілген. Төс сүйегі мен қабырға шеміршегін алып тастасақ, жүректі дәл осы жерден көре аламыз. Жүрек екі өкпе плеврасының арасында медиастинум деп аталатын аймақта орналасқан. Ал енді жүректі жұлып алайық. Алдымен қан айналым жүйесінен бастайық. Жүректің негізгі жұмысы қанды бүкіл органдарға, тіндерге жеткізу. Жүректен бүкіл денеге тараған қан тіндерге, жасушаларға оттегін береді де, көмірқышқыл газын тіндерден кері сіңіреді. Осылайша тіндер оттегін сіңіріп, көмірқышқыл газына қаныққан қанды жүрекке қайта жібереді. Қан жүрекке жоғарғы және төменгі қуыс веналар арқылы оң жақ жүрекшеге келіп құяды. Сондықтан көк түс оттегсіз қанды білдіреді. Содан кейін үш жармалы клапан арқылы оң жақ қарыншаға өтеді. Оң жақ қарынша қанды пульмоналды клапан арқылы содан кейін өкпе артериясына лақтырады. Ары қарай СО2-нің оттегімен алмасу үшін қанды өкпеге айдайды. Өкпеде газ алмасу процесінен кейін қан оттегімен бірге жүрекке оралады. Өкпеден шыққан қан оттегімен қаныққан, сондықтан қызыл түспен бейнеленген. Және олар өкпе веналар арқылы сол жақ жүрекшеге келіп құяды. Қанның жүректен өкпеге және өкпеден кері жүрекке оралуы кіші қан айналым шеңбері деп аталады. Енді сол жақ жүрекше қанды екі жармалы немесе митральды клапан арқылы сол қарыншаға жібереді. Сол жақ қарынша қанды аортальды клапан арқылы аортаға лақтырады, ал аортаға түскен қан содан кейін бүкіл денеге тарайды. Сонымен сол жақ қарыншадан қанның денеге таралып және денеден қайта жүрекке оралуы үлкен қан айналым шеңбері деп аталады. Үлкен қан айналым шеңберінде естеріңізде болсын, артерияларда оттегіне қаныққан және веналарда көмірқышқыл газына қаныққан болады. Ал керісінше кіші қан айналым шеңберінде артерияларда көмірқышқыл газына қаныққан, ал веналарда оттегіне қаныққан болады. Ал енді жүректің анатомиясын талқылауды бастайық. Егер бұл суретті бүйірге қаратсақ, біз алға, төмен және солға бағытталған үшкір жүрек үшін апекс кордексті көре аламыз. Ал содан кейін жүректі айналдырып, артқы жағына қарасақ, біз артқа және сол оңға бағытталған жүрек түбін немесе базис кордисті көреміз. Базис кордис негізінен осы жерде көріп тұрғандарыңыздай жүректен шығатын негізгі тамырлардан тұрады. Сонымен жүректің ұшы және негізі бар. Және одан бөлек жүректің үш беті бар. Мұнда көріп отырғандарыңыздай, оның сол жақ өкпеге қараған өкпелік беті, фацес пульмоналис бар. Сонымен қатар бізде қабырғалардың ішкі бетіне бағытталған төс қабырғалық беті, фацес стернокасталис бар. Содан кейін бізде диафрагманың орталық сіңір бөлігіне қараған диафрагмалық беті, фацес диафрагматика бар. Кейбір деректерде жүректің 5 беті бар деп жазылған. Оң жақ өкпелік беті және жүректің негізін басқа екі бет ретінде қарастырады. Жүректің сыртқы құрылымдарын білу өте маңызды. Жүректің сыртқы құрылымдар арқылы ішкі камералардың шекараларын нақты қай жерде орналасқанын білуге болады. Қазір сіздерге қалай екенін көрсетемін. Біріншіден, бізде қарыншаларды жүрекшелерден бөліп тұратын тәждік жүлге сулькус коронарис бар. Бұл жүлге жүректі айналып, жүректің артына дейін барады және мына суреттен жүректің артқы жағынан көруге болады. Тәждік жүлге осылай жүректі айналып, жүрекшелерді қарыншалардан бөліп тұрады. Сіз көре алатын тағы бір жүлге, бұл алдыңғы қарынша аралық жүлге, sulcus interventricularis anterior. Бұл жүлге артқы қарынша аралық жүлгесіне, sulcus interventricularis posteriorиске жалғасады және ол оң жақ қарыншаны сол жақ қарыншадан сырттай бөліп тұрады. Ал енді жүректі алып, осылай ортасынан кесейік. Содан кейін жоғарғы жартысын алып тастап, осы тұрғыдан қарастырайық. Осындай көріністі көруге болады. Сонымен бізде жүректің оң жағын сол жақ бөлігінен бөлетін жүрек қалқасы, септум кордис деп аталатын қабырға бар. Бұл қалқаның болуы өте маңызды, өйткені жүректің оң жағында оттегісіз қан
ал жүректің сол жағында оттегіне қаныққан қан бар, және олар бір-бірімен араласпау керек. Сондықтан бұл қабырғаның болғаны өте жақсы. Жарайды, енді бұл қабырғаны екі бөлікке бөлеміз. Бізде алдымен екі қарыншаны бөліп тұратын қарынша аралық қалқа, септум интервентрикуляре бар, және екі жүрекшені бөліп тұратын жүрекше аралық қалқа, септум интератриале бар. Енді қарынша аралық қалқаны екі бөлікке бөлуге болады. Бізде төменде орналасқан бұлшықетті бөлігі бар, өйткені бұл аймақта бұлшықеттер тығыз орналасқан. Ал жоғарғы жағында мембраналық бөлік бар, өйткені бұл клапандарға жақын орналасқан аймақ. Енді әр камераны егжей-тегжейлі қарастырайық. Біз оң жақ жүрекшеден бастаймыз. Сонымен, мына суреттен біз жүректің алдыңғы бүйірлік көрінісін көріп тұрмыз. Ал оң жақ жүрекше дәл осы жерде, осы аймақтың ішінде орналасқан. Оң жақ жүрекшенің 6 қабырғасы бар. Оң жақ жүрекшенің анатомиясын толық түсіну үшін оның барлық 6 қабырғасын талқылаймыз. Ендеше, алдыңғы қабырғадан бастап осы тізіммен қазір жұмыс жасаймыз. Сонымен, алдыңғы қабырға дәл осы жерде, және оң жақ құлақша аурикуля декстрадан тұрады. Оң жақ құлақша бұлшықеттердің шағын қапшығы, және бұл жерде алдыңғы және бүйір қабырғасына ортақ нәрсе бар. Екеуінде де пектинатты бұлшықет, мускулус пектинати деп аталатын бұлшықет қабаты бар. Көріп отырғандарыңыздай, пектинат бұлшықеті жолақты бұлшықет талшықтарынан тұрады. Олар қанды оң жақ қарыншаға одан әрі итеру үшін оң жүрекшенің жиырылуына көмектеседі. Бұл алдыңғы және бүйір қабырғалары. Енді басқа қабырғаларын қарастырайық. Ол үшін оң жақ жүрекшенің алдыңғы және бүйір қабырғаларын алып тастаймыз. Онда біз жоғарыда айтқан пектинат бұлшықетінің аздаған бөлігін көре аламыз. Енді, егер біз жоғарғы қабырғаға қарасақ, жоғарғы қабырғада жоғарғы қуысты венаның саңылауы бар. Осы саңылау жоғарғы қабырғасын құрайды. Артқы қабырғадан біз төменгі қуыс венаның саңылауын көреміз. Естеріңізде болсын, жүрек алға еңкейтілген. Сондықтан төменгі қуыс вена артқы қабырғаның бір бөлігін құрайды. Артқы қабырғадан таба алатын тағы бір нәрсе, ол жоғарғы және төменгі қуыс веналардың саңылауы арасында бізде қуыс веналардың синусы, синус венарум каварум деп аталатын қабырға бар. Бұның эмбриональды даму кезінде қызметі болады, бірақ қазір ол синатральды түйін аймағын құрайды. Артқы қабырғадан біз төменгі қуысты венаның клапанын көре аламыз. Бұл эмбриональды кезеңде қан тікелей төменгі қуыс венадан медиалды қабырғадағы овальды тесікке өтетін эмбриональды қақпақ болып саналады. Овальды тесік қазір овальды шұңқыр, фосса овалис деп аталады. Эмбриональды кезеңде қан оң жақ жүрекшеден сол жақ жүрекшеге тікелей өтеді, өйткені жатырда жатқан ұрық өкпемен тыныс алмайды. Эмбрион оттегін плацента арқылы алады. Сол себепті эмбрионға өкпелік қан айналымы қажет емес. Бірақ ересектерде клапан сақталады, ол артқы медиалды қабырғадағы кішкентай қатпар ретінде қалады. Осымен бұл артқы қабырға. Енді медиалды қабырғаны қарастырайық. Есіңізде болсын, медиалды қабырға оң жақ және сол жақ жүрекшелерді бөліп тұратын қалқадан тұрады. Латынша септум интератриале деп аталады. Овальды шұңқырды осы қалқадан табасыз. Сопақша шұңқырдың айналасында сіз оның сопақша шұңқыр шекарасы деп аталатын биіктікпен шектесетінін көресіз. Оны сопақша шұңқырдың лимбасы, латынша лимбус фосса овалис деп атайды. Онда сіз таба алатын тағы бір нәрсе коронарлық синустың саңылауы. Ол медиалды және артқы қабырға арасында жатыр. Бұл жүректен қанды әкелетін негізгі венаның ашылуы. Және бұл саңылау коронарлық синустың клапаны, вальвула синус коронари деп аталатын клапанмен қорғалады. Бұл шын мәнінде оны жабатын қатпар ғана. Енді ең соңында бізде төменгі қабырға бар. Мұны көру үшін біз мұнда көріп тұрғандай бұрышты сәл өзгертуіміз керек. Бұл суреттен біз оң жақ атеровентрикулярлық тесікті көре аламыз. Бұл оң жақ жүрекше мен оң жақ қарынша арасындағы тесік. Және бұл тесікте қанның кері ағып кетуіне жол бермейтін үш жармалы клапан вальва трикуспидаlis бар. Оның үш жармалы клапан деп аталатын себебі, оның үш жармасы немесе үш жапырақшалары бар. Егер біз оны үлкейтсек, дәл осы жерде үш жармасын көре аламыз. Ол алдыңғы, артқы және қалқалық жармалардан тұрады. Бұл оң жақ жүрекшенің төменгі қабырғасы. Енді оң жақ қарыншаны қарастырайық. Мұнда көріп тұрғандарыңыздай
оң қарыншаның пішіні үш бұрышты. Оң жақ қарыншаның ішінен оң жақ атровентикулярлық тесікті көруге болады. Ол жаңа айтқандай оң жүрекше мен оң қарынша арасындағы саңылау болып табылады. Оң қарыншаның ішінде тағы бір саңылау бар. Бұл өкпе сабауының саңылауы. Егер қарыншаның ішіне қарайтын болсақ, бұлшықетті қабатты көруге болады. Қарыншаның ішінен көрінетін бұлшықеттер трабекулы карне деп аталады. Бұлар өте маңызды, өйткені қан жүрекке енген кезде ол жоғары жылдамдықпен енеді. Жоғарғы жылдамдықпен енген кезде қарыншада ауа көпіршіктері пайда болуы мүмкін. Бұл ауалы эмболияны тудыруы мүмкін. Ал трабекулалар ауалы көпіршіктердің пайда болуына жол бермейді. Оң жақ қарыншадан тағы біз емізікті бұлшықеттерді мускули папиллярис таба аламыз. Олардың қызметі үш жармалы клапанмен байланысты. Сонымен бұл клапан, жаңа айтқандай, оң жақ атровентикулярлық саңылауда орналасқан. Үш жармасы бар. Алдыңғы жармасы куспис антериор, артқы жармасы куспис постериор және қалқалық жармасы куспис септалис. Бұл жармалар және басқа барлық клапандардың жармалары екі қабатты эндокард қабаттан түзілген. Эндокард жайлы келесі видеода толығырақ айтатын боламыз. Саңылау сонымен қатар клапанға бекінген фиброзды сақинамен, анулюс фиброзиспен қосылған. Сонымен әр жарманың үш жиегі бар. Жармалардың бір жиегі фиброзды сақинаға бекітілген, ал қалған екі жиектері сіңірлі жіпшелер хорда тендини арқылы емізікті бұлшықеттердің бөртпелеріне бекітіледі. Емізікті бұлшықеттер жармалардың ашылуы және жабылуын реттеп отырады. Үш жармалы клапаннан сәл жоғары бізде пульмональды клапан бар. Оның үш жарты ай тәрізді қақпақшалары бар. Бұлар үш жармалы клапан тәрізді эндокардтың қос қабатынан түсірілген. Егер сіз эндокардтың не екенін білмесеңіз, уайымдамаңыз. Әзірге эндокардтың осы жармаларды құрайтын білсеңіз жеткілікті, ал келесі видеода эндокард жайлы біз толық айтатын боламыз. Пульмональды клапанның айналасында да фиброзды сақина бар, және жарты ай тәрізді жармалар осы сақинаға бекітіледі. Жарты ай тәрізді қақпақшалардың бос жиектері бар. Мұнда көріп тұрғандарыңыздай, және олар өкпе артериясына қарай жоғары бағытталған. Жиектердің ортасында жарты айлы қақпақшаның түйіндері нодули вульва семилюнарис деп аталатын түйін бар. Ол қақпақшалардың тығыз жабылуын қамтамасыз етеді. Сонымен, мұнда біз жарты ай тәрізді қақпақшалар мен өкпе артериясының қабырғалары арасындағы өкпе сабауының синусы, синус трунци пульмонарис деп аталатын синустарды көре аламыз. Бұл синустар негізінен қақпақшалардың жоғарғы бағытталуынан түзілген ойық кеңістік болып табылады. Мына суреттен синустарды оңай көруге болады. Мұнда біз үш жарты ай тәрізді қақпақшаларды көре аламыз, және ортасында тығыз жабылуға көмектесетін түйін бар, ал оның артында кеңістік немесе ойық өкпе сабауының синусы деп аталады. Осылайша жүректің оң жақ бөлігінің анатомиясын толық талқыладық. Сонымен қан денеден оң жақ жүрекшеге келеді. Оң жақ жүрекшеден қан үш жармалы клапан арқылы оң жақ қарыншаға өтеді. Содан кейін қан пульмональды клапан арқылы өкпе артериясына көтеріледі. Қан өкпеге барады. Онда ол оттегімен қанығады. Содан кейін оттегімен қаныққан қан сол жақ жүрекшеге келіп түседі. Ал енді сол жақ жүрекшенің қабырғаларын қарастырайық. Біз жүректің артқы бүйір бетіне қарап тұрмыз. Мұндағы сол жақ жүрекшенің алдыңғы қабырғасы сол жақ құлақшадан тұратын көруге болады. Ол пектинат бұлшықеті бар, бұлшықет қапшығы. Ал артқы қабырғасында өкпеден оттегіне қаныққан қанды әкелетін төрт қан тамырларын таба аламыз. Бұл қан тамырлары өкпе веналар деп аталады. Сонымен, сол жақ жүрекшенің артқы қабырғасында өкпе веналарының саңылаулары деп аталатын төрт саңылау бар. Енді қабырғаларды ашып, ішкі жағына қарайық. Медиалды қабырғасы жүрекше аралық қалқа екенін көруге болады. Ол сіздер білетіндей екі жүрекшені бөліп тұрады. Содан кейін алдыңғы жақта сол жақ қарыншаға апаратын саңылау, сол атровентикулярлық тесікті көреміз. Және бұл тесік қос жармалы клапан немесе митральды клапан деп аталатын клапанмен жабылады. Осымен сол жақ жүрекше аяқталды. Енді сол жақ қарыншаны қарастырайық. Сонымен сол жақ қарынша, мұнда біз митральды клапаны бар сол жақ қарыншаны көреміз. Ал осы жаққа сәл қисайтсақ, тағы бір клапанды көре аламыз.
Ендеше, бірінші сол жақ қарыншаның негізіне тоқталайық. Осы екі бұрыштан біз сол жақ жүрекшеден қан келетін сол жақ атриовентрикулярлы тесікті және аортаға апаратын аортальды саңылауды көре аламыз. Енді алдымен сол жақ атриовентрикулярлық саңылауды талқылайық. Содан кейін аортальды саңылауды талқылаймыз. Мұнда біз сол жақ атриовентрикулярлық саңылауды көре аламыз. Ол митральды клапанмен жабылған. Басқа клапандар сияқты оның айналасында да фиброзды сақинасы бар. Оған жармалардың жиектері бекітіледі. Бұл клапан екі жармадан тұрады. Соған байланысты қос жармалы клапан деп аталады, немесе митральды клапан деп аталады. Екі клапаны, біреуі алдыңғы жармасы, екіншісі артқы жармасы деп аталады. Куспис антериор және куспис постериор. Енді сол жақ қарыншаның ішіне мұқият қарасақ, оның құрылымдары оң жақ қарыншамен бірдей екенін байқауға болады. Сол жақ қарыншада оң жақ қарынша секілді трабекуля карне, емізікті бұлшықеттер мускули папиллярис және сіңірлі жіпшелер хорде тендинея бар. Сіңірлі жіпшелердің бір ұшы емізікті бұлшықеттерге бекісе, екінші ұшы митральды клапанның жармаларына бекіген. Оның қызметі емізікті бұлшықеттер жиырылған кезде митральды клапанды ашады. Енді аортальды тесікті көру үшін жүректі осы жаққа бұрайық. Аортальды тесікке апаратын бұл аймақ аортаның кіреберісі вестибулем аорты деп аталады. Сонымен, бұл тесік пульмональды клапанға өте ұқсас, үш жартай тәрізді жармалардан тұратын аортальды клапанмен жабылған. Мұнда біз үш жартай тәрізді жармаларды көре аламыз. Олар оң, артқы және сол жартай тәрізді жармалар деп аталады. Сондай-ақ оларды клапанды мықтап жабуға көмектесетін түйіндер бар. Одан басқа тағы жармалардың жоғарғы жағында үш аортальдық синус бар. Олар жартай тәрізді жармалардың жоғары бағытталуынан пайда болған шоңқырлар екенін ұмытпаңыздар. Оң жақ синуста оң жақ тәждік артерияның және сол жақ синуста сол жақ тәждік артерияның тесігі бар. Сол жақ қарынша жиырылған кезде аортаға қан лақтырылады. Содан кейін қарынша босаңсығанда қанның бір бөлігі сол синустарды толтырып, тәждік артериялардың тесігі арқылы жүректің өзін қанмен, оттегімен қамтамасыз етеді. Тамаша, біз оттегіне қаныққан қанды сол жақ жүрекшеге айдайтын өкпелік кіші қан айналымын өттік. Енді сол жақ жүрекше қанды митральды клапан арқылы сол қарыншаға айдайды. Ол қанды аортальды клапан арқылы аортаға лақтырады. Содан кейін қан бүкіл денедегі тіндерге тарайды. Бұл видео сіздерге пайдалы болды деп үміттенемін. Егер солай болса, лайк басып пікір қалдыруларыңызды сұраймын. Достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Енді келесі видеода біз жүрек қабырғасының қабаттарын, өткізгіш жүйесін, содан кейін жүректің топографиясын қарастырамыз.